Қайырлы күн, ханымдар. Мен алдыңғы видеолардың бірінде сүттен қызыл ірімшік жасаған болатынмын. Сол ірімшіктің артынан осындай сары суы қалған болатын. Бүгін енді осы сары суынан бірнеше дәмді тағамдар пісіреміз. Бірінші біз пицца пісіреміз. Бұндай рецептпен ешкім жасамағанына сенімдімін. Сол үшін видеоны соңына дейін қарап, қалай шығатынын көрсеңіздер болады. Ең алдымен осы сары судан бір кружка толмайтындай етіп аламыз да газға қойып жылытып аламыз. Мінекей, суды жылытып әкелдім. Енді осы суға бір шай қасық дрожжи қосамыз. Және жарты шай қасық тұз саламын. Және де оливковое масло, яғни зәйтүн майын 2 ас қасықпен қосамыз. Егер сізде зәйтүн майы болмаса, жай ғана сұйық майды қолдана берсеңіз болады. Негізі пиццаның оригинал рецепті бойынша қарапайым жылы суға илейді пиццаның қамырын. Ал мен осы сары сумен илегелі тұрмын. Сондықтан өте жұмсақ болады деп ойлаймын. Енді осыны араластырып, ұнды алдын ала дайындап алдым, електен өткізіп. Осы ұнға мына суымызды құйып, сары суды пиццаның қамырын илейміз. Мінекей, қамыры өте жүп-жұмсақ. Қамырдың беттеріне жағып қоямыз. Сол кезде қамыр жайылған кезде де өте жеңіл әрі жұмсақ жайылады. Мінекей, сырты майланды. Енді пакетімізге қойып, күн жерге қойып қоямыз, жылы жерге. Енді пиццамыздың қамыры дайын болғанша біз кекс пісіреміз. Осындай бір ғана жұмыртқамен 12 кексті пісіреміз. Бұл кекстің рецепті менің каналымда бар. Қазір жоғарыға және видеоның астындағы описанияда қалдыратын боламын. Бұл әбден тексерілген рецепт. Өзім үнемі осы рецептпен жасаймын. Сол үшін қорықпай осылай пісіре берсеңіз болады. Және бұл жерге сүттің орнына мен мына сары судан қолданамын. Бұл сары су тәтті болғандықтан қанттың барлығын қоспаймын. Себебі сары судың құрамы онсыз да тәтті. Ал ендеше кеттік. Пиццаның қамыры дайын болды. Енді осылай қолымызбен жайып шығамыз. Оқтаумен де жайсаңыз болады, бірақ қолмен жайған ыңғайлы деп ойлаймын өзім. Қамырдың жиегін, бортиктар дейміз, соларды қайырып шықсаңыз да болады. Немесе былай шетінен томат пастасын немесе кетчуп жағамыз. Енді сырымызды сеуіп шығамыз. Мінекей, енді колбаса қойып шығамыз. Пиццамызды пешке салуға кеттік. Мінекей, 12 минуттың ішінде пісіп шықты. Менікі кішкене ұзақта отырып қалды. Қараңызшы, кішкене енді күйе бастады. Қамыры жүп-жұмсақ болып шыққан. Қазір кесіп көреміз. Мінекей, қамыры
өте жұмсақ. Иісі енді. Мінекей достар, осылай сары суды төгіп тастамай, осындай өте дәмді нәрселер пісірсеңіз болады. Мысалы, мына жерде 12 дана кекс пісірдім. Мінекей пицца, және екінші пицца пісіп жатыр. Ал міне қамырын қараңыз, өте жұмсақ, өте жұқа, әрі иісі деген мұрынды жарады. Қазір дәмін татып көреміз. Мінекей дәмін көрейік пиццамыздың. Керемет. Мінекей арасы да толығымен піскен, байқасаңыз. Өте дәмді болып шығады, және артылған әлде де сары су бар. Оған мен нан пісіремін, Алла қаласа. Блинный пісіруге болады. Сондықтан осындай пайдалы тағамдар пісіріп, отбасыңызды қуантыңыз. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз, достар.